Ассалаумағалейкум құрметті жазылушылар. Сіздердің қолдап қуаттауларыңыздың арқасында арнамыз ақырындап дамып келеді. Бүгінгі видеомыз биенің буаздығын анықтау туралы болмақ. Арнамыздың жазылушылары қалдырған тамаша тәжірибелерімен сіздермен бөлісетін боламын. Мұны біреу білсе, біреу біле бермейді. Халыққа пайдалы ақпарат болсын деген оймен жинақтап сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Видеоны бастамас бұрын арнаға жазылып лайк басып қолдап қойыңыздар. Бұдан да былай құнды ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Бірінші, бие сиген кезде артқы аяғының тұяғының ұшымен тұрып сисе, қысыр болғаны. Ал тұяғын толық төсеп тұрып сисе, онда буаз болғаны. Екінші, биенің басын бос қоя беріп кең қораға жібереміз. Сосын жанына ақырын барып үркіту қажет. Қысыр болса, үріккен биенің артынан дауыстап жел шығады. Ал буаз болса, жел шықпайды, шықса да қатты болмайды. Бұл жерде ескерте кететін жайт, биені қатты үркітіп шошындыруға болмайды. Үшінші, буаз бие қорғаншақ болады. Өзінен кіші жылқымен тебісіп қалғанда тез жеңіліп сырттап қашады. Ал қысыр болса, жеңілгенше тебіседі. Төртінші, бие сиіп болайын деген кезде қысыр болса, сідігін бөліп шығарады. Ал буаз болса, біржолата бірақ шығарады. Бие іштілігін анықтайтын бұл әдістердің барлығы менің YouTube арнамдағы жазылушылардың қолданып жүрген әдіс амалдары. Ал сіздер биенің іштілігін қалай анықтайсыздар? Өз әдіс амалдарыңызды комментарийға қалдыра кетіңіздер. Бұдан да басқа биенің іштілігін анықтайтын видеоны көргіңіз келсе, YouTube арнаға өтіңіздер. Көптеген құнды ақпараттар YouTube арнада жарияланады. Видео пайдалы болса лайк басып, арнаға жазылып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.